Барлықтарыңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен үй жағдайында өте жұқа, әрі керемет болып шығатын лаваштар дайындайтын боламыз. Лавашты дайындау үшін бізге қайнаған су, сұйық май, тұз және де ұн қажет. Қайнаған суды құйып, сұйық майды араластырып, бір шай қасық тұзды салып, барлығын араластырып, алдымен қасықпен ұнды саламыз. Су ыстық болғандықтан. Одан кейін қолымызбен жақсылап қамыр илейміз. Бізде осындай қамыр пайда болды. Оны полиэтиленге салып, немесе табақтың бетін жауып, 20-30 минутқа қалдырамыз. Енді біз осы күлшемізді біздің лавашты пісіретін табамыздың диаметріне байланысты бөліктерге бөлетін боламыз. Менде таба средний, яғни орташа. Сізде үлкен болса аз бөлікке бөлесіз, одан кіші болса бұдан да көбірек бөліктерге бөлесіз. Мен 8 бөлікке бөліп алдым. Бір бөлікті қалдырып, қалғандарының бетін жауып қоямыз, кеуіп қалмас үшін. Әрбір бөлікті жұп-жұқа етіп жайып шығатын боламыз. Өте жұқа етіп жаямыз, сонда біздің лаваш дәмді болады. Күлшелердің жұқа болатындығы соншалық, мінекей осындай мөлдір болып тұрады. Арғы жағынан нан тақтайдың узорлары көрініп тұр. Мен алдымен барлық күлшелерді жайып дайындап алдым. Бастапқы күлшелер кеуіп қалмас үшін осылай полотенцемен жауып қойдым. Лавашты табаға салмас бұрын табаны алдымен 5 минуттай жақсылап қыздырып аламыз. Лавашты салғаннан кейін табаның астын, яғни отты орташа етіп қоямыз. Астыңғы бөлігі осындай қоңырқай түске енген кезде келесі бетіне аударамыз. Лаваштарымыз табада пісті. Енді лавашымыз қатырлап қалмас үшін кисточканың көмегімен қарапайым суды барлық жеріне тиетіндей етіп жағып шығамыз. Екі жақ бетіне де мұқият жағамыз. Лаваштың екі жақ бетіне де суды жағып шыққан соң, кеуіп қалмас үшін полотенцемен жауып қоямыз. Лаваштардың барлығын дайындап алған соң осылай полиэтиленге салып қойдым. Мінекей лаваштарымыз өте жұқа, жұмсақ, иілгіш болып тұр. Егер сіздің лаваштарыңыз су жаққаннан кейінгі кейбір жерлері қытырлап, қатты болып тұратын болса, онда тағы да су жағып, кисточканың көмегімен жұмсартып алсаңыз болады. Мінекей лаваштар дайын болған лаваштармен түрлі тағамдар дайындай аласыз. Видео сіздерге пайдалы болды деген ойдамын.